Сәлем достар. Үй жағдайында мынандай тура асханадағыдай гуляш қалай жасауға болатынын үйрететін боламын. Мұны көріп тұрғандағыңыздай, еті жұмсақ, сондай дәмді, балғын гуляш болып піседі. Ол үшін бізге қажет мында ет керек. Менде 1,5 килограммдай сиыр етін алдым. 3 дана пияз керек, сумай керек, 150 грамм лавровый лист, 2 тал ұн керек, 3 ас қасық тұз, 1 чай қасық және қара бұрыш. Көз мөлшермен примерно 3-тен 1 бөлігі чай қасықтың. Және 300 грамм су керек, суық су керек. Етті мындай қылып бөлшектеп аласыздар. Мына жерде көрсетілгендей бәрін дайындап аласыздар. Алдын ала қазанды жақсылап қыздырып аласыздар. Менде обычный чугунный қазан. Барлық қазан жарай береді негізі. Үйде қандай қазандарыңыз бар, соған пісіре бересіздер. Қазанды жақсылап қыздырып алғаннан кейін 150 грамм майымызды құямыз. Майды қатты қыздырып күйдірмеу керек, өйткені ол денсаулыққа зиян. Сондықтан сәл ғана май жылса болды. Пияз қуырылатындай қызса болды. Отты қатты қоймай, орташа қойғандарыңыз дұрыс болады. Себебі пияздың кейбір жерлері күйіп кетпес үшін. Біздің майымыз қызды, оған пиязымызды салып жақсылап араластырамыз. Бұл гуляшты кез келген адам пісіре алады. Өйткені мұнда ең оңай, ең қарапайым түрін мен көрсетіп жатырмын. Үйде енді келін болып түскен келіндер де жасай алады, опыты жоқ. Ешқандай қиындығы жоқ. Пиязды қуырасыздар, етті саласыздар, даже томат, тұзды бөлек-бөлек салмайсыздар, бәрін бірақ саласыздар, араластырасыздар да бетін жауып қоясыздар, 2 сағатқа болды. Сондықтан мен сіздерге осы гуляшты жасап көріңіздер деп өтінемін. Өйткені дәмі тіл үйіреді расында да. Біздің үйде бәрі жақсы көреді бұны. Аптасына 1-2 рет пісіріп тұрам. Бұған тек қана сиыр еті емес, қойдың еті болса да болады, жылқы еті де жарайды, тауықтың еті грудкамен вообще күшті болады. Мұнда мен лавр жапырақтарын қосамын, лавр жапырақтарын қаламасаңыздар, қоспасаңыздар болады. Қара бұрышты специяларды қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар болады. Мысалы, тек қана қара бұрыш емес, қызыл ағашты бұрыш қоссаңыздар болады. Тағы өздеріңізге ұнаған специяларды қоссаңыздар болады. Зира қосып жатады біреулер, бірақ мен онда ештеңе қосқанды ұнатпаймын. Тек қана қара бұрышты ғана кейде қосам, кейде қоспаймын. Лавр жапырағында кейде қосам, кейде қоспаймын. Пиязды да мұны көріп отырсаңдай қайта қазанның қасынан кетпей араластырамыз. Пияз қатты қуырылып қалмау керек, сәл ғана 5-7 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Кішкене ғана қуырылса жеткілікті. Пиязды мен 3 дана қостым. Ол жерде 1 дана қоссаңыздар да болады, сонда да дәмді болады. Бізге пияз көбірек болған ұнайды. Және мұнда мен пиязды дөңгелектеп жартылай турадым. Оны сіздер өздеріңізге қалағандай қылып 4 бұрышты қылып турасаңыздар болады, соломкой турасаңыздар болады. Өздеріңізге ұнағандай қылып турайсыздар. Етті де солай 4 бұрышты дәу қылып жуан қылып турасаңыздар болады. Менікі етім жіңішкелі 3-4 сантиметр қылып турадым. Әр кезде әрқалай тураймын. Менде етіңіз тым көп болса, онда жуан қылып турасаңыз болады. Менде 1,5 килограмм, бізге 3-4 адамға спокойно жетеді. Сондықтан мұны көріп тұрсыздар ғой, етті қалай турағанды қарасаңыздар болады. Мына жерден где-то 3-4 сантиметр жалпақ-жалпақта жіңішкелеу қылып турадым. Осы ретте осылай турағым келді. Бұған еттің тек қана қара етін алыңыздар деп айтпаймын. Тоже үйде қандай етіңіз бар, майлы,
сіңірмен, сан ет, қабырға ет, барлық ет жарай береді. Жылқының еті де тура сиырдың еті сияқты дәмді болып піседі. Мен өзім қойдың етін жемейтін болғандықтан қойдың еті туралы ештеңе айта алмаймын. Бірақ қойдың етімен де дәмді болады. Мне кажется, қойдың етімен еще тезірек піседі. Мінекей біздің пиязымыз дайын болып қалды. Мына жерде специяларды көрсете кетейінші. Лавровый лист, лавр жапырақтары, 2 тұз, 1 шай қасығы. Содан кейін қарабұрыш және ұн. Мына ұн обычный үйдегі ұн. Ешқандай қуырылмаған, ештеңе алмаған 3 ас қасық ұн. Пияз дайын болды, оған етімізді саламыз. Етіміз міндетті түрде жібіген болу керек. Бір условиясы сол ғана. Етіңіз жібіген болу керек, чтобы мына жерде етті ары-бері араластырып қуырған кезде ет бүкіл суын пиязбен бірге араласып, қоңыртай болып қуырылып шығу керек. Бұл жерде неліктен бәрін видеоны анықтап көрсетіп жатырмын, чтобы түсінікті болу үшін пісірген кезде 10-15 минут сіздің қазанның қасында тұрғанға ғана уақыт кетеді. Араластырасыздар, содан кейін бетін жауып тастайсыздар да 2 сағат, 1,5 сағатқа вообще мүлдем бармасаңыздар да болады. Бір қайнағаннан кейін астын азайтып қана, сәл ғана жанып тұрса болды. Бетін жауып қоясыздар. Бір 40 минутта, 1,5 сағаттан кейін кеп күйіп кеткен жоқ па енді? Бізде природный газ, сіздерде қандай газ баллон болса, ол кезде өздеріңіздің газдарыңызға қарай бақылайсыздар ғой. Күйіп кетпеу керек, жабысып қалмау керек ет болғандықтан. Өйткені мына жерге біз суды мүлдем аз құямыз ғой, 300 ғана грамм, миллилитр деп айтайын енді. Мінекейіңіз естіп араластыра береміз. Әбден еттің барлығы жақсылап суын шығарғанша араластырамыз. Мына жерде көріп тұрғандағыдай араластырамыз. Бір қалыпты болып барлығы араласу керек. Қазанның астындағы отты қатты қоймаңыздар, күйіп қалмау керек, және мына соғын жоғалтпау керек. Тек қана ет қоңыр болып, әйбаттап қуырылу керек. Нені қарасаңыздар, басқа кісілердің қалай гуляш пісіретінін қарап шықтым мен интернеттен. Қиындатып жерген анан, былай қосатынан, бүйтіп қуырат, ұнды қуырат. Керек жоқ. Мүлдем ондай ештеңе істемеңіздер. Осы мен айтқандағыдай істесеңіздер, гуляшыңыз қоп қою, еті жұмсақ, дәмі деген енді вообще тіл үйірер, керемет болып піседі. Мен үйге қонаққа келген кісілерге де пісіріп осылай бергем. Рецептісін сұрап жатады менен қалай пісірдің деп. Міндетті түрде осылай пісіріп көріңіздерші. 15 минут қана қазанның қасында тұрасыздар, зато қандай күшті болып піседі. Барлығы күшті деп айтып кетеді. Пияз мына жерде үлкен, жуан, ұзын болып тұратын. Бізге солай ұнайды. Негізі кейде мен кубиками тураймын. Қонақ келген кезде кішкентай ұсақ төртбұрышты қылып турасаңыздар көрінбейді. Мына томатты айта кетейін дегенім, томатты міндетті түрде осы мен бірге қуырып жүрген дұрыс. Специялардан бұрыншы, потому что қазір ұнды салған кезде тез араластырып, ұндышы не болып қалмас үшін, түйіршіктеліп қалмас үшін сразу үстіне су құйып жібереміз ғой. Сондықтан олардан бұрын томатты салып, мына жерде видеодағыдай айбаттап томатты қазанның астына қарай итеріп араластырып жүресіздер. Неге олай? Томат қызанақ негізі қышқыл болып келеді. Кислотный дейді ғой. Мысалы, қияр щелочной болса, томат кислотный. Сол кислотныйсын жоғалту үшін осылай әбден 1 минут қуырып аласыздар. Мына жерде тұз, қара бұрыш, ұнды және лавровый листті бөлек салмаңыздар, осылай бірақ сала салыңыздар. Араластырасыздар.
оның ешқандай тамаққа дәміне әсері жоқ. Бөлек салдыңыздар не бір салдыңыздар не ешқандай айырмашылығы жоқ. Араластырасыздар да тез ұн түйіршіктері қалмас үшін сразу жаңағы 300 миллилитр суымызды құйып жібереміз. Менде мында суым кішкене аз болып қалды, өйткені ет кішкене көбірек. Мысалы сіздер 1 килограмм ет салсаңыздар, онда 200 грамм 300 грамм су құясыздар. Менде 1,5 килограмм болғандықтан мен тағы да 100 грамм су құйып жібердім үстіне. Негізі 300 миллилитр, грамм емес, миллилитр мен айтайыншы, 300 миллилитрдің өзі де жеткілікті, но сочный болғаны дұрыс сияқты менің ойымша. Біз өзіміз солай жақсы көреміз, сондықтан сіздер 200-300 құйсаңыздар болады. Мен тағы да 100 миллилитр қостым. Әбден осы жерде ұнды көз жеткізесіздер ғой, ұнның араласқанына. Ұн қалай білеміз араласқанын? Ешқандай түйіршік болмайды, және уже сразу қойыланып қалады. Мына жерде су құясыздар ғой ұннан кейін, и сразу қойыланып қалады. Қараңыздар. Қазір мен мына жерде көрсетем. Мына уже көрініп тұр ғой. Лавровый листта уже бәрі араласып, уже мына жерде иісі шығып жатыр ғой лавровый листтің. Сіздерге егер ұнамаса, онда салмай қойсаңыздар болады лавровый листті. Менікі уже қайнап жатыр. Мына бір қайнады. Қазір мен тағы су құям. Қайнағаннан кейін сразу бетін жауып тастайсыздар, астын азайтасыздар. Содан кейін 40 минуттан кейін, где-то 30 минуттан кейін келіп көрсеңіздер болады, асты жабысып қалған жоқ па, су жаңағындай азайып қалған жоқ па. Егер су азайып 1,5 сағат пісіресіздер ғой енді, как-никак. Сол кезде су азайып қалып жатқан болса, суды кішкене құйып қойсаңыздар болады. Тұзды қанша салдым, жаңағы лавровый лист қанша, бәрін астына жаза кетем. Рецептін астынан алсаңыздар болады. Менікі бәрі қайнады. Болды, осымен қазір 2 сағатқа қақпағын жабымыз да қалдырып қоямыз. 2 сағат. Мен 2 сағат қайнатам. Негізі 1,5 сағатта уже дайын болады. Менде үйде кішкентай балалар болғандықтан еттің жұмсақ болғанын қадағалап, соған дейін 2 сағат ұстаймын тамақты. Астын сәл ғана жағып қоямын да. Тауықтың етін мен де жасап көрдім. Мына жерде мен қазір тағы 100 грамм қосам. Су ғой. Суды айтпақшы, мен қарадым. Біреулер қайнаған су құйып жатыр да. Қайнаған су ешқашан құймаңыздар. Қайнаған су не үшін керек? Бізге мында гуляштың етінің жұмсақ болған керек, я. Ал сіздер ыстық су қайнап тұрған су құятын болсаңыздар, ет шошып қалады да, қатты болып қалады. Ет асқан кезде де астын қатты қойсаңыздар, ет шошып қатты болып қалады ғой, солай болып қалады. Сол үшін құймаңыздар қайнаған су. Суық су құю керек, қайнамаған суық су құю керек. Сосын қайнаған суды не үшін құймаңыздар деп жатыр. Біз и так 1,5 сағат пісіреміз, я. Ойлаңыздар, сіздер қайнаған су құятын болсаңыздар, бұл жерге қайнаған судың структурасы қандай зиян болып кетеді. Сондықтан қайнаған суды и так 1,5 сағат қайнатсаңыз, мен білмеймін не болатынын. Қайнамаған су құю керек. Астын мен азайтып жатырмын, сіздерге көрінеді ма, көрінбейді ма? Мына жерде астын сәл ғана жанып тұратын болу керек. Мен мына жерде уже мен 2 сағат қайнаттым, тамағым пісті, астын өшірдім. Қазір өшірем астын. Астын өшірдім. Мұны көріңіздер ма, қоюланған, сондай балғын болып тұр. Қазір мен сіздерге ет жұмсақ екен, прям езіліп тұрған көрсететін болам.
Мына көрдіңіздер ма? Ет әбден жұмсарып піскен. Кішкентай балаларыңызға бере берсеңіздер болады. Жақсы көреді, жақсы жейді кішкентай балалар, әсіресе осы тамақты. Мен пюремен жасадым. Пюре күрішпен де бола береді. Әртүрлі гарнирмен жасай берсеңіздер болады. Мұны менікі. Жас картоппен пюре жасадым. Олай жеп көрсеңіздер, енді вообще күшті дәмі. Негізі 1,5 килограмм емес, 2-3 килограмм етпен жасасаңыздар, онда вообще да көрініп тұр ғой, сочный, қою сорпасы. Міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер.